Адай жылқысы, асыл тұқым, шыдамдылық, шымырлық, ширақтық. Адай жылқысының асылдығы осы қасиеттермен ұштасып жатқан секілді. Оның мінезі де, әлеуеті де мүлде ерекше. Кең тынысты, мол шабысты, табиғатынан темірдей төзімді. Әрі мінезді намысқой, алдына қара түсірмеуге тырысады. Асыл тұқымды адай жылқысын көзінің қарашығындай сақтап, барынша баптаған Маңғыстау халқының жуырда ғана бір арманы ақиқатқа айналды. Бұл мерейімізді асырған, мәртебемізді көтерген іс болды. Бүгінгі ұрпақ мақтан етіп жатқан осы бір жетістіктің басында жылқы мінез, әсіресе адай жылқысындай кең тынысты асыл азаматтардың аты аталады. Солардың бірі Өтеген Салманов еді. Жергілікті адай жылқысы ғой. Адай жылқысы ол шөлге, қысы жазы жайлысқа бейімделген мал, жылқы. Одан басқа жылқының тұқымы Маңғыстауда өмір сүре алмайды. Ол нақтыланған. Бірақ сол кезде Өтекеңдер кезінде партияның тапсырмасы болды. Салмағы жөнінен етік бағытты адай жылқысы ең төмен болды. Жеңіл. Бірінші еттің планы орындау керек қой. Сол уақытта адай жылқысын неге салмақ ірілендірмейміз? Неге көбейтіп ірілендірмейміз деп басқа жылқыларды әкеліп араластырып, будандастырып бақыт болды. Ол өте қиын жағдай. Партияның шешіміне кім қарсы тұрады? Айтты бітті орындалу керек. Қалайда? Ал шындығында ол өте қауіпті жағдай еді. Ол бір әрине қол қостайтын 10 шақты жылқының қанын ауыстыруға болады. Басқа жылқы мен адай жылқысын 10 шақты қол қостайтын. Ал жалпылама неге? Ол келмейді. Себебі Маңғыстаудың андай жағдайында ол жылқылар жүре алмайды, өмір сүре алмайды. Алдында айғырлар алып жүре алмайды. Қиын жағдайлар болды. Оған қалай қарсы шығып айтады? Міне осындай қиын кезеңдерде Өтекеңдер адай жылқысының Маңғыстауда өз ішінен бодандастырып, өз ішінің дамуына үлкен еңбек сіңіріп жасады. Соны дәлелдеу мақсатында алғаш рет Маңғыстау осында құланды жылқы совхозын құрды. Жылқыдан, қойдан, түйеден, сиырдан теңдесі жоқ малдың тұқымдарын сақтап қалу керек болды. Соны генопунктын белгілі бір шаруашылықта жоғалтпай ұстап қалайық дейтін бағыт болды да, соған сол кезде ауыл шаруашылығы басқармасының басы Әбіш Сәбит, ол Пелемжі әулиенің бастығы Салман Өтеген ағаларымыздың ұсынысыменен сол кездегі осы жұмысқа басшылық жасаған ауыл шаруашылық министрінің орынбасары Отаров мырзаның атын ұмытып отырмын, тікелей басшылығымен басталды. Сол ұсыныспен шығып, адай жылқысын уникальная порода қылып ұстау жөніндегі неге енгізіп келісті. Біздің адай жылқыларын өзінің қазір халықаралық деңгейде несін алып, қазір нетіліп жатыр ғой, мына мәртебесін алып. Сол кезде де осы кейде Өтекең ағамыздың да аттары аталмай қалып жатады. Енді сол жері ол жұмыстарды осы Сәбит Әбішев бар, ағамыз Өтекеңдер бар, ерте бастап қозғау салып, осы өз алдына сол мәртебе беру жөнінде көп еңбек сіңірген бастапқы ағаларым еді. Бұл бұлжымас ақиқат. Бұл бұған дейін де айтылып жүрген, бұдан кейін де айтыла беретін тарих. Бұл қиырда жүрген әр қазақтың мақтанышына айналған оқиға. Бұл жігіттің осы Маңғыстау өлкесіндегі бір бітірген шаруасы деп айтуға болады. Мына адай жылқысының документтерін, паспорт, адай жылқысын документтеу, құжаттандыру, соны ұйымдастырған, соны бірден бір бітірген жұмысы сол адай жылқысын қазақ жылқыларының ішінде адайдың атағымен аталып, сөйтіп бір біздің өлкемізге сіңірген еңбегін ерекше, өзін бұл ерекше бағалаймын. Қазақ пен жылқы егіздесек, Өтеген Әжібайұлының сол кездегі еңбегі күллі қазаққа ортақ құндылық. Әлімсақтан күнелтісін 4 түлік малдан тауып, мал жаның аман ба деп жағдай сұрасқан халқымыз үшін Өтеген Салманов сынды мамандардың шоқтығы биік. Маңғыстау облысы бойынша еске алғанда, Маңғыстау облысындағы білімді мал
шаруашылығына қызмет ететін зоотехник, ветвраштардың ішінде бірінші болып жоғарғы оқу орнын бітіріп келген осы Салман Өтеген дейтін ағамыз еді. Өтеген ағаның өте жоғарғы интеллектуалды адам екендігін білдік біз. Және өте ақылшы, мал шаруашылығында қандай жаңағы қиыншылықтар болады, ол мал шаруашылығына малды семіртудің қандай қиыншылықтары болуы мүмкін, оның жаңа нормативтік нелерін барлығын бізге кітап бойынша күнде үйретіп, осындай состав, жемнің составы қандай болу керек, қалай өзгертіп отыру керек дегеннің барлығын біз осы бұрын біз өзіміз өмірімізде мал бордақылаумен айналысып көрген жоқпыз. Сол облыстық партия комитеті, ол ауыл шаруашылық басқармасы бар. Солардың тапсырмасымен біз қай малдың қанша уақытта жем бергенде, қанша уақытта семіретіндігін хронометраж жасап анықтадық. Осы Маңғыстау облысындағы жоғарғы білімді мал шаруашылығы маманы есебінде Салмановтың оған сіңірген еңбегі өте зор деп есептеймін мен. Салманы Өтеген болып, Сейсен болып, Қорбақов болып, Бейсекең болып бәрі ақылдасып отыратын тұғын. Осы әдейі бір уақыт бөлетін тұғын, осы мал шаруашылығының біз қалай дамытамыз деген. Ал енді сол кездегі Маңғыстау облысында Қаракөл дейтін, Қаракөл қой шаруашылықтары болды. Ол кезде біз Шымкенттен әкелдік оны. Оны да өсіруге осы Өтеген ұқсаған мамандардың еңбегі зор деп есептеймін. Ол осы Маңғыстау облысының шаруашылықтарын дамытуға сіңірген осы бірінші қарлығаштары ғылыми, зоотехникалық істі іске асырған деп есептеймін. Өтеген Салманов Маңғыстауда мал шаруашылығындағы ғылыми жаңалықтарды енгізген алғашқы тұлғаның бірі де бірегейі. Оның ұйымдастырған жұмыстары 3-4 жылдың ішінде-ақ өз нәтижесін берді. Оның дәлелі етке тапсырылған әр қойдың орта салмағы 50 келіден асып кетті. Әр қойдан 4 келі жүн алынды. 5 жылда жоспардан артық өз төлі есебінен 10 мың қой, 800 жылқы, 300 түйе өсірілді. Салмановтың салған сара жолы облыс көлемінде озат тәжірибе болып таратылды. Маңғыстау облысында қойды тұңғыш электроагрегатымен қырқуды іске асырғанда сол Салманов болатын. Өтеген туралы менің көңілімде ерекше қалған, ең бірінші Маңғыстауда электростроганный агрегатты алып келіп қосты. Ол ең бірінші Маңғыстауда қосылған. Сол Шебір дейтін жерде, Шебір мен Тұшығылықтың арасында сол жерде қой ауылы отырды. Содан ең бірінші сол қойды электр агрегатымен қырықты. Салманов салған сара жолдың сүрлеуі көп, тармағы тарау еді. Оның есімі тек адай жылқысына қатыстығын айтылмайды. Маңғыстауда ауыл шаруашылығының ақсамауына алғашқы боп атсалысып, малды асылдандыру бағытында ілкімді істерге ұйытқы болған іскер басшы ретінде ел есінде. Өтегенді мен бірінші көрген кезім 1972 жылы солдаттан келгеннен кейін жерінде көрдім. Бұл уақытта бұл Куйбышев совхозының директоры екен. 72-73 жылдары мен сол аудандық партия комитетінде ұйымдастыру бөлімінде нұсқаушы болып қызмет істедім. Уақытында ол уақытта Өтеуов дейтін, Тәжібаев дейтін кісі болды, Смағұл Тәжібаев дейтін. Қиын жыл еді, шөп тасымалы болды, тұнау басқа жақтан алып келетін. Сояқтан 7000 тоннадай шөп дайындалып, Куйбышев совхозына пойызбен келіп, пойыздың қасынан сол базы жасап, сол базыдан жыңғылдыға тасып, неде болса қыстан шығып кеткен. Өтекең сондай сол уақытта өзі жалғыз маған емес, бүкіл елге Өтекең болып танылған уақыт екен. Оның алдында ол Чапаев колхозында колхоз басқармасының төрағасы болып істеген. Одан кейінде де тағы да басшылық қызметті оқуды бітіріп келісімен Елтай колхозында жаңа бірінші май колхоз ол уақытта соның зоотехник болып бірінші жұмысты бастаған екен. Содан кейін жерінде 64 жылы жап-жас адам ғой енді. Сол 30-ға да жетпестен Чапаев колхозының төрағасы болып сайланып, сонда бірталай қызмет жұмыс істепті. Осы айтып Маңғыстаудың ауыл шаруашылығының бағытында Өтекең енді бізден ертерек бастады. Біз одан кейін жалғастырдық. Жалпы Маңғыстау түбегі Атырауға қарап тұрған уақытта ең бірінші алғашқы
осы Маңғыстаудың өзінің түлектерінен жоғарғы білім алған өтегендер. Ол уақытта негізінен Маңғыстауда ауыл шаруашылығы болды, артынан барып мына өнеркәсіп дамыды. Сол уақыттардағы енді алдыңғы қатарда қызмет істеген азаматтармен бірге өтегенде қызмет істеді. Жастайынан сол әуелі 1 май колхозының бас зоотехнигінен бастап колхоз председателі болды, совхоз директоры болды. Маңғыстаудың осы ойында да, қырында да, көптеген шаруашылықтарда қызмет істеді. Сондықтан біздің өлкемізде өтегенді білмейтін, өтегеннің білмейтін Маңғыстауда жер жоқ деп сеніммен айтуға болады. Бір кездері Маңғыстауда тыңнан бордақылау алаңдары салынып, жүйелі жұмыс жүрді. Бұл саланың да тарихынан сөз қозғасақ, алдымыздан Салманов шығады. Өтеген бұл саланы дамытып қана қоймай, көптеген шәкірт тәрбиеледі. Аймақтың ауыл шаруашылығы саласында айтулы еңбек еткен кейінгі буынның көбі Салмановтың шекпенінен шыққандар. 73 жылы Маңғыстау облысы құрылғаннан кейін Маңғыстау облысы бойынша етке өткізетін малдың барлығы жоғарғы сортта өту дейтін тапсырма берілді. Сол тапсырманы орындау үшін Маңғыстау облысында 2 арнаулы мал бордақылайтын шаруашылық құрылды. Біреуі Шетпе ауыл шаруашылық мал бордақылау орталығы болды. Екіншісі ол тек қана Маңғыстау ауданы үшін. Ал Бейнеу мал бордақылайтын шаруашылық жаңа орталығы ол мына Баянды дейтін қазіргі поселкеде соңғы орында орналасады. Ол кезде Баяндының орында ешқандай үй жоқ, население пункт жоқ, тап-таза сордың ортасындағы жер еді. Сол жаңағы тап-таза жерге біз мал бордақылау орталығын құрдық. Оның жаңа айтқан малдыға беретін жем шөпті дайындайтын үлкен цех құрылды. 2 үлкен қойды семіртетін жаңа площадка құрылды. 4 ірі қара түйе, жылқы семіртетін 4 үлкен жаңа ауыл шаруашылығы жаңа өсігіндері бар, сол қора салынды. Соның ең бірінші ұйымдастырушысы болып Иманғазиев Жәдігерей, Салманов Өтеген, мен бас бұқалдар Шәтбеков Сайын дейтін кісілер болып ұйымдастырдық. Оның шәкірттері мысалы мен құсаған басқа жігіттер Жолдыбаев Тұрар дейтін жігіт болды, мысалы Шаншар дейтін жігіт болды, Бетбұраш жаңағы Қалабаев дегендер болды. Оның барлығы осы Өтеген ағаның қарамағында жүріп, кейін сол мекемелердегі бас маман болып қызмет атқарды. Маңғыстауда қаракөл тұқымын асылдандырып, сұрыптауға көп еңбек сіңірген Өтеген Салмановтың еңбегі бүгінде ел игілігіне жарап отыр. Оның ерен еңбегі елеусіз қалмады. Мемлекет тарапынан бірнеше рет құрметті атақ пен марапат алған оның ең басты жеңісі жылдар бойы елінің жүрегінде ол туралы жылы естеліктердің қалуы еді. Ел үшін аянбай еңбек еткен аяулы перзентін туған елі ұмытпақ емес. Өтегеннің бір жақсы қасиеті, қатар бірге жүрген көрші көлем, қатар үлкен ақсақал әжелерді қатты сыйлады. Ол қатал басшы болды деп айта алмаймын. Ол адамның, келген адамның көршісі болсын, алдына келіп сөйлеген адамды қатты тыңдап отырады. Сосын шамасы келсе, сол кісіге қолғабысын тигізіп, кәдімгі арқасынан қағып шығарып салады. Бәлен уақытта, керек уақытында, бәлен уақытта берем, сол уақытта шаруаңды бітіресің дейді. Соны маған жібереді, мен барып бітіріп келем. Ілгері қаратай адамды дамыттырып, әр заттың ақтың ағын, қараның оң мен солды бірталай тәрбие берді ол кісі. Жолда келатқанда водникті жерде тұрдық, қарадан баратамыз. Ол уақытта автобуста жоқ, неде жоқ, жолда оқушы балдар тұрады, сабақтан жаяу жалып кетіп барады. Соны ой, тоқтап алып кет ана. Қайда барасың асығып? Балдарды үйіне жеткізіп тастап, сосын барамыз ғой деп
сондай бір не адам еді. Төлесін деген Тоқтамыстың Табылды деген баласы қайтты. Ол Өтекеңнен көп кіші 36 жылғы шығар завод оқыды. 71 жылы Алматыда қайтты. Талағы езіліп кетті. Сонда Өтекең, бірінші Өтекең барады қайда барса да. Сол адамды әкелуге. Кім болса да. Менің өзімнің көргенім қайда оқыған студент жігіттердің барының Алматыдан шеттен қыз алғанға құда болып барған. Өтеген Салманов туралы ел арасында көп айтылатын естелік, оның осындай қарапайымдылығы мен елжандылығы. 100 қойдан 150 қозы алың деп ұрандатқан, билік басындағыларға адамнан малдың құны жоғары болған заманда елдің ырыс несібесін еселеген Өтеген сынды қайырымды азаматтар еді. Бір қасиеті адамдармен тіл тапқыш. О кісі шіренбейді мен басыппын деп, не басқамын деп. Адамдардың кішкентайынан психологиясын білген ба, әлде өзі жетім өскеннен кейін адамдардың тануы мықты ма? Егер ол бастықтың бірдеменің баласы болса, ол сәлдекенде оған көңіл алмауы мүмкін. Бірақ бұл кісінің өзінің жаратылысы солай болу керек. Кез келген адамның тілін табады. Сөйлеседі. Шопан қайтыс болды. 4-5 баласын, 5 баласымен қалыпты. Жолдасы. Қой бағып отқан адам. Соның енді малын санап алып біреуге тапсырғанда бір 4-5 жылқы бағады екен, 4-5 жылқы артық болыпты. Соны жаңағы адамдар. Қой мынау не алған жылқы. Ондай болмау керек қой, мұны есеп болу керек қой дегенде Өтеген ағамыз келіп колхоздың бастығы екен. Ай, не қыласыңдар? Бұлар қалай күн көреді? Мұны 5 бала. Оған дымы жоқ, ештеңесі жоқ. Жұмыс жасайтын әкесі өліп қалды. Шешесі мынау, бауырында баласы бар. Тимеңдер деп айтқан екен дейді. Сонда ол әңгіме елдің арасында тараған, сол елдің адамдары сол ағамыздың адамгершілік қасиетінің жоғары екен, қамқор екен, сондай азамат болып қызмет жасаған адам. Өтеген өте кең болмысымен жоқ жітікке қарлығаш көмегін ұсынып қана қоймай, қазақ руханиятына да үлес қосқан арды азамат. Ол туған өлке, өскен жер үшін өте көп еңбек сіңірген жан. Соның бәрін емес, бірін айтсақ та, бір кітапқа жүк боларлықтай. Оның бірі адай жылқысы болса, бірі адай шежіресі. Өтекең ағамыз ел тарихын, жер су атауларын жақсы білетін, елдік мәселелерден шет қалмайтын, жұмыстас болған кезімізде халық ақыны Сәттіғұл Жанғабыловтың мерейтойын өткізуге шетпелік Жетібай Жылқышолының шежірелік 8 арыс адайым кітабын көп томдығына мәлімет жинауда да белсене атсалысқанына куә болдық. Өзіне тимеген пайданы біреуге тигізген адам көзімен көрді. Мысалы, Сәттіғұлдың 100 жылдығында ма шетпеде мен алып барды өзі. Көзімен көрдім. Сонда Өтегеннің еңбегі болды. Өтеген ол Сәттіғұл, мысалы, ол Сәттіғұл тек адам емес ол. Шежірені шегелеп, тарихты түгендеген таутылға қазақы әзілге де шебереді дейді көз көргендер. Оның тауып айтқан талай әзілдері әлі күнге ел арасында аңызға бергісіз әңгімедей айтылып жүр. Жылқы шаруашылығы жөніндегі инспекцияның бастығы Ежов дейтін кісі болды, атын ұмытып қалып отырмын, еман саламат болсын. Сол кісі 1990 жылы біздің облысқа келді. Мына құланы Саққозы, сосын бізді тексеріп, бізде мана малдың тұқымын асылдандыру жөніндегі жұмыстың бағыты қалай жүріп жатыр. Соған талдау талқылау жасау керек, бағытын білу керек. Соған главный государственный инспектор сол кісі келетін болды. Оның келіп айтуы бойынша Өтекең бар, ағаларымыз бастап құланы Саққозына барады. Сол құланы Саққозымен танысқаннан кейін кешке біздің ауылға келіп қону керек. Кешке бізге қонып, келесі күні біздің шаруашылықты аралап танысатын болды. Сосын уақытта ортақ рация бар бізде, байланыс жүйесі. Барлық шаруашылықпен рацияға Өтекең шақырдым. Өтекең шақырып, амандасқаннан кейін сұрадым, Өтеке, ана кісі қалай не затқа мән беріп жатыр? Неге
бір бақыт бар ғой, тексерген бәтінде ниетқа көңіл қойып жатыр. Негізі бақытты неге ұстап жатыр деп едім, Төменбай 40-шы форманы толтырып қойың, соған қатты көңіл береді деді. Соны тастамында келіп, мамандардың бәрін жинап айттым. Ана кісі 40-шы форманы қатты қарап жатыр. 40-шы форманы давай қараңдар, тағы да толтырың, дұрыс болсын дедім. Бәрі кеткен. Сон бір жарты сағаттан кейін бәрі жүгіріп кетті. Қолдарында кітап, қолдарында кілем жағы, документ, құжат. Мынау жайыстады алдыма. Міне, мынау ай сайын тапсыратынымыз, мынау байтеректің қорытындысы, мынау жылдық отчет, мынау справочник по коневодству, бұнда 40-шы формадан жоқ, ешқандай дейді. Ну қалай жоқ? Өтекеге айтты ғой маған. Болмаған шара болды деп отыр едік. Әйбетке кеттік, түс қайта сағат 3-4-дің жобасында әбішев Сәбит соқты маған. Ол сельхозуправлениенің бастығы, қыстың күні. Ол кісі менен телефон соғып, қыстың жағдайын сұрады. Қыстың жағдайын, қар қандай, не қандай, шөп қандай, сөп, бағыттан малдың күйін сұрап, сөйтіп отырғаннан кейін мен хабарымды айттым. Осында жаңа главный государственный инспектор по коневодству министерства келіп жатыр. Қазір Құландыда кешке бізге келеді дедім. Ой, Құландыға қарағанда сендердің нелерің жақсы ғой деді. Ай сол біздікі болмай тұр дедім. Не болды? 40-шы форманы таба алмай жатырмыз. 40-шы формаға қатты мән береді екен дедім мен. Сосын ол кісі, кім айтты саған оны деді. Өтекең айтты деді. Өтекең Россиямен сұрап едім. Сол кісі айтты 40-шы форманы қатты қарайды деп айтты деді. Жақсы деді. Ол кісі Өтекеңге соққан ғой, тауып алып. Ана тоқ барағанда жігіттер қапылып жатыр. Бұл не 40-шы форма қайдағы білін тауып алып деген қойды. Есе ол жаңағы 40 градус екен ғой шөлмектегі. Ойда жоқ жерден жаңа тупиктен дейді ғой, адам бір затқа жауап берілмей жатқан жерден мәселені шешіп жібереді. Соны аяқ асты. Әзіл қой. Сосын әзілге дегенде тіпті ешқандай қабағын шытпайды ғой. Қандай қатты айтсаң да, қандай не айтсаң да, бұл ағайындар қалай екенін білмеймін. Біздер кейбір нелесе, мысалы, бір жерімізге тиіп кетсе шырт ететін мінездеріміз бар, мысалы, көбі адамның. Ал жоқ, жаңағы жаратаның балдары жаңағыдай, соның ішінде Өтекең. Талай қиын кездерде жауапкершілік жүгімен ел алдындағы аманатты адал арқалаған атпал азамат осылайша жарасымды әзілімен, қамқор көңілімен жан жағына шуақ шаша білді. Өтегеннің артында тек қатепті қара нар, қайраткер деген аттан бөлек осындай жүрекке жылу ұялатар естеліктер де қалды. Шеберден бір 15 километр жерде Сиыр ауыл бар. Сиыр ауыл. Сол Сиыр ауылға барып, түйемен жаңағы сиырдың сүтін, сепаратормен сиырдың сүтін айырады. Майын бір бөлек, сүтін бір бөлек. Бөлінген сары суын жаңағы сиырдың 2 метейге құйып, атам менен 8 жасар Өтекең сол 8-9 жаңағы кішкентай звеноларға бөліп береді бәріне. Өздерінің жаңағы бастықтың мөлшерлеп бер деген несін мөлшерлеп береді. Қайтарда жолда Уа дейтін жерде жаңағы тұщы су бар. Уа дейтін жерде жолдың бойында ауылға бір 5-6 километр жерден. Содан үйіне қайтып жатқанда тұщы су құйып алып кетеді. Ол кезде плак дейтін болған жоқ. Метей деп атайды. Метей ағаштан жасалған, қолдан жасалған. Сол метеймен жаңағы шалабында тасиды, қайтып жатқанда үйіне суын алып келеді. Міне Өтекең осы 8 жасынан бастап семьясын бағуға кірісті. Енді үйдің басшысы сол болуға айналды. Жас келінді жесіретіп, жас баланы жетім еткен сұрапыл соғыстың зардабын Өтеген өтте жастай тартты. 8 жасынан еңбекке араласқан Салманов ерте есейіп, досқа адал, кішіге қамқор, үлкенге қолғанат болып ержетті. Дос болдық, тәтті болдық, тату болдық. Мынау қазіргі студенттік кез дегеннің өзі бір жақсы ғой. Сол студенттік кездегі достығымыз, бір-бірімізге деген сыйластығымыз, бір-бірімізге деген ынтықтығымыз барлығы осы күнге дейін есімізде, осы күнге дейін бізге сақталады.
Мысалы мынау кімнің Өтегеннің келіндері барлығы маған сәлем етеді. Өтегеннің өзі бір нәрсені ұйымдастыруға өте шебер адам. Ол жаңағы бір жерге барам десең, бір жерге келем десең, соны жақсы ұйымдастырады. Ұйымдастыруға сондай шебер. Екінші, ол жаңағы досқа адал, біреудің көңілін қалдырғысы келмейді. Ал бірдегі ренжітетін бір сөз естіп қалғанның өзінде де оған жауапты ана кісіні қарсы отырған адамның көңілі қалмайтындай жауап беретін. Ел кезек, елі керек, еліне керек болған Өтеген тал бесік пен жер бесіктің арасындағы қас қағым уақытты тек жақсылыққа жұмсаған жан. Адам етілгі сөйінде сағындырып іздейтін адамды. Менің осы кезге жетуіме, осындай табысқа, жеміске жетуіме бірден ықпалын тигізген сол кісі айтыр. Басыма қиыншылықтар тап болды. Сол кезде қатты өзім папам болғанда бүйтірмеді, сөйтермеді. Ойлар келді, өзіме сағындырады, іздетеді адамды. Үйлендіргенде сол кісі, құдағамын бәрін жасап бергенде сол кісі, енді жақсыны жақсылығын айт, нұртасын дейді ғой. Мен өзім жас болдық, мас болдық. Роддомға да апаратын сол кісі еді. Келіншегім өзі машинада жоқ. Осы сол кезде біздің дәулет елді мекен өзі водник болды ғой. Сонда тек сол кісі болды. Өзі келіп келіншегімді сұрап қасына айналайын. Күнің жақында жүрме деп бәрін соның араласып отырады. Бәрін біліп отырады. Келіндермен де жақсы болды. Атасымын деп шалқайып ондай болған жоқ. Кішкентай 90 жыл өмір келгенде солардың 92-де өмір келген баламның, екі баламның бәрін роддомға да апарған сол кісі бәрін істеген. Тамағында апаратын сол кісі, алып келетін сол кісі бір ай тұр тек. Күйеу басқарып жүрді, бәрі қалғаны сол кісінің мойнында. Іздейтін адам ғой, сағындырады, бәрін Құдайдың сынаманы жоқ, ерте кетіп қалды. Енді ол кісі дейтін елге елеулі азамат қой енді. Оны айта берсе сөз көп сөз жеткізбейді. Тәрбиелеп, бізді өсірді, көмегі мол болды. Ағайындарға көмегі де мол болды бәрінің. Сондай жақсы азамат жігіт болды ғой енді. Айдекен шешеміздің де тәрбиесі мол болды. Мен сол үйде жаттым, соның тәрбиесін көрдім. Жастай жетімдік көргеннің әсері ме? Әйтеуір Өтеген Салманов жан жағындағы жастардың білім алуына, өсуіне жағдай жасаудан бір шаршамаған дейді. Ал енді айта берсек Өтегеннің халыққа істеген жақсылығы көп. Балдыздарында оқытты, сайыным, сақыбым. Екі сіңлім, екеуі, төртеуі де оқып, жоғарғы білім алып, ел қатарлы азамат, қазір барлығы сол жезделерін сағынышпен еске алып отырады. Мені Өтегеннің ең бірінші менің мединститутта таңдатқан, соның ішінде Алматыны таңдатқаны Өтеген. Мен іштеңені көрмеген, біз орыс көрмей өскен қазақпыз ғой, орыс көрмеген бала не біледі? Сосын дүкеннің размерлері маған шақ келмейді. Ал бірақ Алматыда высший разряд дейтін жаңағы ательелер бар. Сол ательелерге Өтеген 3 түрлі костюм шалбар тіктіріп қойған екен. 3 түрлі. Сізге арнап? Арнап. Қуанып қалдым. Өзі де салған шығар, менің де ақшам бар, сонымен енді бұл жезделік көмек қой енді. Сол алғашқы бізді бас білдіріп, қалай киіну керек екендігін, қалай жүру керек екенін, театрға қалай бару керек екенін барлығын үйреткен сол ағамыз, жездеміз сол Өтеген болды. Маңғыстауда Өтеген туралы сөз болса, інісі Сүйегеннің де аты аталуы заңдылық. 27 жасында КСРО жоғарғы кеңесінің депутаты, Қазақстан Республика мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанған бауырдың өсіп өнуіне Өтегеннің қосқан үлесі көп. Ел мақтаған жігіттің жар таңдауда да жолы болды. Өтегеннің жақсы атының аспандауына өзінің адал еңбегімен биік болмысынан бөлекте әсер еткен жайттар болды. Ол үйінен қонағарылмаған, жауапты жұмыс пен бала тәрбиесін қатар арқалаған Айдан Керелбаеваның еңбегі еді. Әйел жақсы болмай, ер азамат жақсы бола алмайды негізі. Қай жерге барып қарасаң да. Соның жақсылығының, соның жаңағы келген қонағын ренжітпегеннің арқасында
Ол сондай жақсы азамат болып елге танылды ғой. Енді өзінің де азаматтығын осал деп айта алмаймын. Бірақ жаңағыдай елмен араласуына, туған туыстарменен байланысына. Соның бәріне соғысының ықпалы болды. Арттағы ұрпағының өзі жақсы болып өсіп жатыр, соның өзі соның ықпалы деп есептеймін мен. Онда бәрі де бар. Онда кішіпейілділік те бар. Онда тіпті, мысалы, мына адамдардың ойы бір қисықтау болып бара жатса, соны түзету жолында жұмыс жасайтын адам ол. Жаңағы біреуді біреуге ушықтырмайды дейді. Соны түзету жолында жұмыс жасайтын адам. Нелер қиын шаруалардың бәрін сол қос атқарып жүрді ғой, енді мына жездемізге шыққаннан кейін. Үй ұстады, қарайған бала тәрбиеледі. Басқа жақтан келген қонақтың бәрі соған түсті. Соның бәрін сол өзі атқарып, жаңағы дәрігерлік жұмысымен қос атқарып жүрді ғой. Айдан Керелбаева келген жерінің керегесін алтын қылып қана қойған жоқ. Ел үшін ерлерге бергісіз еңбек етті. Жаяу жалпа, аттың жалында, түйенің қомында жүріп, халыққа сапалы дәрігерлік көмек көрсетті. Сан мыңдаған сәбидің кіндігін кесіп, талай талықсыған жас ананы аман алып қалды. Олар қонақ күткенде ешқандай қазіргідей жағдай болмаса да, қабақ шытып, я болмаса мынау тағы келатыр, бәле болды деген сөз болмайды. Әр қайсысын шығарып салғанда үлкен бір жаңағы ризашылықпенен дастархан жайып, бар мүмкіншілікті жасап, кәдімгі үлкен бір іс бітіргендей болып шығарып салатын едік. Апам болса медпунктте жұмыс жасайды. Медпункттың фельдшері, әрі акушерка, әрі медбикесі болды. Ал енді жаңағы Шапаев колхозының өзінің малшылары айдалада бір отар қойды, бір үй, бір малшы бағады. Ал оның әйелі малын тастап, үйін тастап, иесіз шетпедегі больницаға келмейді. Олар үйде босанады. Оның барлығына жаңағылар ат жетектеп алып келеді, болмаса сояқтарға су таситын бадавоздардың кабинесімен кетеді, болмаса түйені қомдап алып келеді, апамды алып кетеді. Біздің әйел толғатып жатыр, немесе осындай жағдай болып жатыр, біреу ауырып қалып жатыр деп, атпен шауып қойшылар алып кетеді. Соны апам соған кетеді. Дендеме, күндеме, халықтың жағдайын ойлап, ол кезде фельдшердің өзі вызовқа баратын еді. Вызовқа барып көмек көрсететін еді. Ана ретінде құрметті жаңағы біздің медицина қызметкері ретінде өте жақсы қызмет істеді. Халыққа белгілі болды. Айдан апа десе бәрі таниды. Ол кезде бәрі. Сол Айдан дәрігерлерге көп бармайды, сол Айдан апаны қарай жүгіретін еді. Үлкен кісі бәрін біледі деп медицинаны. Бірі адамды, бірі адамзатты емдеген Өтеген мен Айданның елден алған алғысы ұрпағының алдынан шығып отыр. Бүгінде Өтеген әулетінің түтіні түзеу, өрісі кең, әкенің қанымен келген қасиет, ананың сүтінен дарыған өсиет, ұл мен қыздың өсіп өркендеуіне өз үлесін қосуда. Әулетте әке жолын қуған ұлда бар, ана жолын жалғастырған немере жиендер өсіп келеді. Ал енді немерелерімізді, келіндерімізді, оларды қоссақ, Құдай көпсін бесін, 70-ке тарта болып қалдық, сол үшеуімізден. Құдайдың бұдан артық берері бар ма, Құдайға көп рахмет. Менің де балдарым 4 қызым, 4 ұлым бар, барлығы да оқуын бітірген, жоғарғы дәрежелі маман жұмыс жасап жатыр. Мен солардың ортасында шөберелерімді көріп, қызықтап өмір сүріп жатырмын, солардың енді бақытты өмірін көріп, күліп ойнап отырсам болды маған. Арда іс атқарып, алғыс арқалаған ата-ананың жақсы атын жалғастыру ұрпаққа парыз. Бұл жолда Өтеген мен Айданнан тараған ұрпақ өз жолынан адасқан емес. Ата-ананы ұлықтау мен құрметтеудің биік үлгісін көрсетіп жүрген Салмановтар оларды Меккеге арқалап апаруға үлгермесе де, қасиетті айда, қасиетті мекенде Құран бағыштады. Артында жақсы із, адал ұрпақ, ел айта жүрер есті естелік қалдырған Өтеген мен Айдан мәңгі алас-армас асқарлар боп қала бермек. Тіпті жыл өткен сайын олардың бітімі бөлек, болмысы биіктей түсетіні анық.
Жолдас болып аз өмірде көппенен, жансың әке, маңдай терің кеппеген. Қарлығашы Маңғыстаудың сен болып ауыр жүкті арқаладың бақпенен. Ұмытпаймыз мәңгілікке өзіңді, мәуелеген бәйтерегім көктеген.